Сонымен, киелі кітап әңгіме, поэзия және жай мәтін сияқты түрлі әдеби жанрларда жазылған жазбалардың жинағы. Көбіміз осы әдеби жанрлармен таныспыз. Иә, бәріміз жан пида немесе көшпенділер сияқты шығармаларды көргенде, олардың қара сөзбен жазылғанын білеміз. Ал Абай Құнанбайұлының өлеңдері мен Алпамыс Батыр жырының поэзия екені көпшілікке белгілі. Газеттегі жаңалықтар мен басқа мақалалар түріндегі жай мәтіндерді күнде көреміз. Бұлардың бәрі осы заманғы жергілікті әдебиетке жатады. Демек, олар қазіргі уақытта және біз тұрып жатқан өлкеде жазылған. Сонымен бірге, басқа жерлерде және түрлі замандарда жазылған шығармалар да бар. Айталық, орта ғасырдағы ағылшын әрі көне грек әдебиеттері. Яғни, түрлі тарихи кезеңдер мен мәдениеттер өздеріне тән бірегей әдебиет түрлерін жарыққа шығарған. Киелі кітапты оқығанда, оны дұрыс түсіну үшін мынаны есте сақтаған жөн. Ол дүние жүзінің белгілі бір аймағында әрі белгілі бір тарихи кезеңдерде жазылған. Сонымен, ежелгі яһуди әдебиетінің өзгешелігі неде екен? Оның басты бір өзгешелігі мынау. Қазіргі заманғы оқырмандар әңгімелер мен өлеңдерден күтетін көп ерекшеліктер онда жоқ. Сондықтан, осы әдебиет мейлінше қарапайым болып көрінеді. Алайда шын мәнінде ол өте күрделі әрі терең мағыналы әдебиет. Ондағы жайттардың әрқайсысы маңызды. Бұл тамаша, бірақ көп мәлімет айтылмай қалғандықтан, әңгімелердің екіұшты жақтары да жиі кездеседі. Мысалы, алғашқы оқиғалардың бірін алсаңыз, бақтағы Адам ата мен Хауа ананы. Сол оқиғадағы сөйлейтін жылан қайдан келді? Құдай оның сол жерде болуына неге жол берді? Адам ата мен Хауа ана Құдай айтқандай неге бірден өліп қалмады? Жыланның басын мұжитын, ал жылан оның өкшесін шағатын әйелдің ұрпағы деген кім? Иә, осы әңгімеде көптеген жұмбақтар бар. Осы сұрақтардың ішіндегі кейбіреулерін біз де қоямыз. Бірақ олар туындыгердің айтқысы келген нәрсесі үшін маңызды болмады. Әйтсе де, бұл екіұшты жайттардың кейбіреулері әдейі кіргізілген. Әдейі кіргізілген бе? Бұл оқырманның дұрыс түсінбеуіне, немесе ойдан шығарылған мәліметтердің пайда болуына әкеп соқпай ма? Құдай сөзін киелі рухтың жетелеуімен жазған туындыгерлер сондай қауіптің болатынына жол берді. Бәріміз киелі кітапты өз мәдениетіміздегі көзқарас тұрғысынан қабылдауға бейінбіз. Бірақ олар мұның пайдасы бар деп ойлаған болу керек. Расында, сол оғаш жерлер бізді оқып, жаңалық ашуға шақырады. Сонымен не айтқың келіп тұр? Мысалы, әйелдің ұрпағы жыланның басын мұжиды, ал жылан оның өкшесін шағады деген түсініксіздеу уәдені алайық. Әлгі ұрпақ сөзі шежірелерді меңзейді, және соларды киелі кітаптағы әңгімелердің арасынан көптеп кездестіруге болады. Шежірелерде Хауа анадан Дәуіт патшаға дейінгі ұрпақтар тізімі берілген. Ал жаңа келісімде Мәсіх Исаның Дәуіт патшаның әулетінен шыққаны анық көрсетілген. Енді пайғамбарлар жазбаларын оқысаң, Ишаяның осы патшаны өзінің халқы үшін жанын құрбан еткен азап шегуші қызметшімен байланыстырғанын көресің. Содан соң аян жазбасынан терең мағыналы бір көріністі табамыз. Қандай көрініс екенін болжай аласың ба? Әйел мен оның ұрпағы туралы. Бұл ұрпақ өз өмірлерін құрбан ету арқылы айдаһарды жеңген Мәсіх Иса және оның ізбасарлары. Түсінікті. Демек, әңгіменің әр бөлігінде екі-үшті жерлер кездеседі. Бірақ бәрін бірге қарастырса, түсінікті бола бастайды. Киелі кітаптың асқан шеберлікпен жазылғандығының мәні міне осында. Ол сені Құдай сөзін әр қарай оқуға және оның әр үзіндісін басқаларына қарап түсінуге мәжбүрлейді. Бұл біраз күрделі сияқты. Мұның бәрі қолынан келе қояр ма екен? Мұның бәрін сен жеке өзін немесе бірден істеуге міндеттемессің ғой. Мағынаға әбден қанық осындай мәтінді асықпай, мұқият оқуыңа тура келеді. Осылайша киелі кітаптағы барлық әңгімені өмір бойы қайта-қайта оқып, ойланып, Құдайға сиынып жүрсең, одан жаңа байлық таба аласың. Түсінікті. Ойланып толғану әдебиеті. Иә, Забурдағы бірінші жырдан киелі кітаптың үлгілі оқырманы туралы оқимыз. Ол киелі кітаптан оқыған туралы күні-түні ойланып толғанады. Еврей тіліндегі ойланып толғану деген сөздің түпкі мағынасы күбірлеу немесе сыбырлап сөйлеу. Яғни, сенің Құдай сөзін әр күні асықпай, тыныштықта өзің дауыстап оқып, сосын оқығанды достарыңмен бөліскенің, ондағы құпиялар жайлы терең ойланып, ішіндегі байланыстарын анықтап, оның мағынасын ашып отырғаның абзал. Осылайша, Құдай сөзін мұқият оқып, оған терең бойлай бастағанда, мынадай бір керемет болады. Құдай сөзі сені оқи бастайды. Себебі, оның жазушылары осы әңгімені өзіңнің әңгімең ретінде қабылдағаныңды көздеген. Демек, ежелгі яһуди жазу мәнері әңгіме, поэзия мен жай мәтіннің бірегей түрлерінің бастауы болған сияқты көрінеді. Иә, біз енді сол әдеби жанрлардың бәрін зерттейтін боламыз. Мұны киелі кітаптағы әңгімелерден бастаймыз.